Сәлем достар, біз бүгін ең дәмді, қытырлақ, ауызда еритін вафли дайындаймыз. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына шейін қараңыз. Бізге керекті заттар: 5 жұмыртқа, 150 грамм қант, 200 грамм үй температурасында еріп тұрған сары май және 1,5 стақан ұн керек. Менде мына жерде 3 үлкен жұмыртқа болғандықтан 4-еу қостым. Видеодағыдай алдымен майымызды саламыз және қантымызды 2 бөліп осы майға араластырамыз. Содан кейін жұмыртқамызды саламыз және осылай араластырамыз. Бірінші майымызды салып араластырып аламыз. Жұмыртқамызды осылай араластырамыз және мына майларды шетінен өстіп алып ақырындап. Бізде осындай әдемі масса шықты. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Енді осы массаға ұнымызды 2 бөліп саламыз. Қыздар, мен айта кетейін, мендегі бар істеп жатырған заттарымның барлығы үйде табылатын заттар. Сондықтан менің каналымды үзбей қарап жүріңіздер. Бізде міне осындай қою масса шығады. Бұл неге қою деп жүрмеңіздер. Осындай масса сіздерде шығу керек. Сұйық болса вафлиларыңыз қытырлақ болмай қалады. Сондықтан осындай қою масса болу керек сіздерде. Енді вафельницамызды аламыз және оны міндетті түрде қыздырып аламыз. Егер сіздерде вафельницаларыңыз жабысатын болса, міндетті түрде майлап жіберіңіздер. Менде міне алғашқы вафлиларым пісті және оны тезірек орап қойып жатырмын. Бірден орап тастамасаңыздар, бұл қытырлақ болғандықтан сынып кетеді. Тезірек ораңыздар. Менде міне уже балалар шетінен уже жасағанша алып кетіп жатыр. Жасап берсеңіздер өте дәмді және тез жасалынады. Балалар әп-сәтте жеп қояды. Видео ұнаған болса, жасай бересіздер. Өте көптен салмаңыздар, себебі жан-жағына ағып кетуі мүмкін. Өз пікіріңізді комментарийға қалдырыңыз. Менің келесі шығатын видеом осындай қасықпен міне шамамен осылай саласыздар. Көріңіздер, ас болсын. Жарты қасықтай.